Намазға келейік. Фатиха сүресінен бастап. Осы жерде отырған еш қайсымыз Фатиха сүресінің ақысын бере алмаймыз. Ешбіріміз. Кім айтады, мұстақим деген сөздің мағынасы не? Тура жол дейді. Болды. Аллаху акбар деген такбир бар. Фиқтан оқыдыңыздар ма? Мағынасы не? Намазға кірер сәттегі қыбла қарап тұрып имаммен бірге алатын бірінші такбир. Аллаху акбар. Фиқта не деп оқыдыңыздар? Такбирату тахрим дейді. Мағынасы ол сөзді айтумен әдеттегі жасап жүрген амалдың барлығын өзіме харам еттім деген сөз. Сөйлеуді харам еттіңіз. Артық қозғалуды харам еттіңіз. Әдетте мұрны шұқуға бола ма? Болады. Бірақ сол сөз айтқаннан кейін ол харам болып кетеді. Фиқта солай ғана тоқталады. Бітті. Кірмейді. Ал пайғамбарымызға келіңіз. Пайғамбарымыз зерттеген ғалымдарға келіңіз. Жоқ, ол жерде Аллаху акбар деген сөзді айтумен сен өзіңді жоқ қылу керексің дейді. Осы жерге тоқталайықшы. Қараңыз. Аллаху акбар мағынасы не? Алла ұлық. Алла ұлық деген сөз айтқанда сен де жоқ болып кету керексің дейді. Ұлықтығын мойындасаң, ұлықтығын түсінсең, сен де жоқ болып кету керексің. Ұлықтығын түсінсең, сенің басыңдағы тұрған проблемада жоқ болып кету керек. Сенің абыройың, денсаулығың, жетістіктерің, ілімің кім болсаң да Аллаху акбар міне жоқ болып кету керек. Айтып көріңіздерші, сезіңіздер қазір. Аллаху акбар. Аллаху акбар деңіз да? Ұлық, Алла ұлық. Сол ұлықтықпен сіз тұрсаңызшы. Спортсменсіз. Жетістіктерін тұрсаңызшы. Аллаху акбар. Алла ұлық деп қасына кімді қойып қойдың дейді? Өзіңді қойып қойдың дейді. Аллаху акбар деп намазға кірдің да саудаңды қойып қойдың. Пробканы қойып қойдың. Қатын бала шағаны қойып қойдың. Біз осы сәтке дейін намазды қалай оқыдық? Аллаху акбар дегенде сен өзіңді толық ұмыту керексің дейді. Міне сонда такбирді дұрыс алғаны дейді. Оған дәлел имам қайта нені айтады? Соны ескертіп айтады. Ей, ұмытпа. Мен үшін және сен үшін де кім ұлық деп айтады қайта? Аллаху акбар деп қайта айтады. Неге? Себебі біз әлсізбіз, нәпсіміз бар, шайтанымыз бар, шығып кете береміз, ұлықтықтан, ұмытып кете береміз. Содан ол не істейді? Қайырып алады да, есіңді жина бері қайт. Алла неден ұлық? Сенің жаңағы шұғылданып тұрған ойыңнан ұлық. Ал енді намаз оқып бітірдіңіз. Сіз бітірдіңіз, өзіңізге сұрақ қойыңызшы. Мен Аллаху акбар деп алдым да, бағанағы ойды ойлап тұрдым. Ей Раббым, сен мені кешір. Сенің ұлықтығың қасына мен нені қойып қойдым? Бағана проблема қойып қойдым. Күнә ма, күнә емес пе? Күнә. Сен Аллаху акбар деп айттың ғой. Алла неден ұлық? Барлық нәрседен ұлық, сенен ұлық, сенің проблемаң ұлық. Ұлық ол еврейден де ұлық, ол доллардан да ұлық, ол Россиядан да ұлық. Соғыстан да ұлық. Бірақ намазда тұрып сен сол ұлықтықтың қасына бағанағы мәселені қойып қойдың. Содан кейін, әлхамдулилля, мен құптан намазын оқып қайттым дейсің. Міне қойыңыз. Намазымыз осы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям намазға кірген кезде өзін жоғалтып алатын дейді, жоқ болып кететін дейді. Денесі тәні қалатын, рухы басқа жақта. Намаз оқыған кезде аяғы өкшесі жарылып, балтырсып кетеді. Сақалы су болып, сәжде қылған жері дымқылданып кетеді. Күнәсі жоқ пенде. Нұрдан жаратылған жаратылыстың біріншісі. Неге олай істеді? Аллаху акбар деген сөздің ақысын ешкім бере алмайды деген. Мағынасы сонда қанша Аллаху акбар де, қанша Аллаху акбар де, бәрібір Алла сол айтқаныңнан ұлық дейді.
Демек сіз осы сәтке дейін Аллаху акбар деп неше рет айттыңыз, немесе қанша рет айттыңыз, немесе қанша Алла ұлық деп сипаттап пәктеп жүрсеңіз де, Алла сол пәктегеніңізден ұлық. Неге? Себебі ешкім Алланы ұлықтай алмайды деген. Ұлықтадым деген сөз, сұрақ қою мүмкін, сонда қалай мен ұлықтай алмаймын ба? Оны жаратқан иемізді ұлықтаған ешкім жоқ па? Ұлықтап қамтыған жоқ, ешкім болмау керек дейді. Неге? Алланы ұлықтадым деген сөз қамтыдым дегенді білдіреді деген. Қамтыдым деген сөз ол бітіп қалды деген сөз. Бітті, ары қарай ұлықтап қажет емес деген білдіреді деген. Алла жаратылмаған болса, жаратылған пенде сіз бен біз қанша ұлықтаса да жаратылмағанды не істей алмайды, ұлықтап қамти алмайды. Бір нәрсені біліп бас аяғын меңгеріп алсаңыз, ол меңгерілді, білесіз да. Демек Аллаху акбар деп қанша айтсаңыз да ұлықтай алмайсыз. Соны мен кімнен түсінемін? Мысал болу керек қой сізге біреу. Кімнен түсінемін? Кім түсіндіреді соны маған? Сен қанша Аллаху акбар десең де жете алмайсың дегенді кім түсіндіреді? Мұхаммадун Расулулла. Мұхаммадқа келгенде сен түсінесің, көзіңді ашасың. Не деп? Мен намаз оқып жүрмін деп сеніп жүрсем, намаз оқымай жүр екенмін ғой мен. Соған сеніп жүр екенмін ғой мен. Қуанып жүрмін да. Ал пайғамбарымыздың байланысын Раббысымен құлшылығын зерттесеңіз, ол еш нәрсе емес екенін түсінесіз. Міне сонда құлшылық дұрысталды. Ораза пайғамбарымызға келіңіз, ораза сонда дұрысталады. Зекет пайғамбарымызға барыңыз, сонда дұрысталады. Ілімнің өзі пайғамбарымызға бару керек, сонда дұрысталады. Пайғамбарымызсыз ғалым болу мүмкін емес. Ғалым болатын шығарсың, бірақ ақыретті ғалым емес ол. Алланың мейіріне бөленетін ғалым емес ол. Алла сақтасын. Амал етпесе тозаққа кететін ғалым. Себебі оның ілімінде кім жоқ? Мұхаммед жоқ. Негізі ілім, шынай ілім, ақиқат ілім кімге апару керек? Мұхаммедке апару керек. Мұхаммедтен қай жаққа барады? Аллаға апару керек. Себебі кез келген ғалым біле түседі, көзі ашыла түседі, мен білмейді екем деп. Көрдіңіздер ме? Құранның өзі пайғамбарымызға байланысты. Отбасылық мәселе пайғамбарымызға байланысты. Зекет. Не бар осы? Барлығы пайғамбарымыз байланысты. Ал қазір осы жерде сіздер ойланыңыздар, осы сабақтан кейін. Осы сәтке дейін сіздің осы жасаған құлшылығыңызда пайғамбарымыз болды ма? Өміріңізде болды ма? Болмаған мен сіздерге дейін. Алыс. Оның не қажеті бар деп жүргендер де бар. Қажеті бар деп айтпаса да, намаз оқып жүрім ғой дегенді қанағат тұтып жүргендер бар. Ол қателік мен сіздерге айтайын. Ол пенде жетістікке жетпейді. Құрметті бауырлар, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, және достарыңызбен бөліссеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Сіздер үшін 1-2 секунд, ал біз үшін үлкен мотивация. Хадисте келгендей, кімде-кім жақсылық жасауға жол көрсетсе, сол жақсылықты жасаушы адамның сауабындай сауап алады. Құдай қаласа, каналымызда көптеген пайдалы және қызықты видеолар шығатын болады. Авторлық роликтерімізбен қатар еліміздің белді уағызшылары Ерлан Ақатаев, Жарқын Мырзатай, Абдуғаппар Сманов, Хафизулла және тағы басқа ағаларымыздың үздік уағыздары шығып тұратын болады. Бізбен бірге болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.